Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін сіздермен тауық етінен жасалатын осындай өте дәмді, аппетитный палаудың рецептісімен бөлісетін боламын. Әдеттегідей арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен қызып тұрған қазанымызға қажетті мөлшерде майымызды құйып аламыз. Сәбізімізді жұқа соломка етіп турап, пиязымызды осындай полукольца, одан кейін тағы екіге бөліп турап аламыз. Майымыз қызғаннан кейін тауық етін жаңағыдай екі жағын қызартып тұрып жақсылап қуырып аламыз. Міндетті түрде қазан крышкасын жаппасаңыздар май шашырап кетеді. Тауықтың төс еттерімен жасасаңыздар да болады, немесе окорочкамен осылай бүтіндей етіп мен сияқты жасап піскеннен кейін бетіне турап берсеңіз де болады. Мен мында 3 кесе күрішімді дайындап алдым алдын ала. Кейін осы тауық еттері екі жағы қызарып піскен кезде пиязымызды салып жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін сәбізімізді салып тағы да қуырамыз бір 15-20 минуттай. Кейін үстіне осы тауық етіміз батқанша су құямыз. Қайнағаннан кейін күрішімізді тез жақсылап ағарғанша жуып аламыз. Одан кейін осы пісіп тұрған тауық еттерін алып тастаймыз. Сонда біздің күрішімізге жаңағы пісуіне кедергі жасамайтын болады. Күрішімізді саламыз да бетінен сәл асырып су құямыз. Сосын бетін жауып тастаймыз да. Бір 15-20 минут өткеннен кейін суы тартылдау дегеннен кейін алып араластырамыз. Осы кезде суы жетпесе, кішкене су құйып жіберсеңіз де болады, немесе өзінің буына піседі. Күрішіміз піскенше біз тауық етін ажыратып, еттерін турап дайындап қоямыз. Одан кейін күрішіміз піскеннен кейін міне шашырап, осылай әдемі бір-біріне жабыспай күшті болып пісу керек. Жасалуы өте оңай достар. Етпен де, тауықпен де палауымыз дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Осындай әдемі палау дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.